Өзбекстан Республикасы президентінің 2007 жылы 2 октябрдегі республика медицина қызметкерлерінің жұмысын шөлкемдестіру, жетілдіру лажылары хақындағы қарарына муафық мемлекетімізде медицина қызметкерлерінің кәсіптік дәрежесін тұрақлы арттырып бару һәм оларды қайта даярлау системасы жолға қойылған. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан медицина институтында шпакерлер қанегерлігін асыру һәм қайта даярлау орайында өз іскерлік жұмыстарын алып бармақта. Онда тикарынан Қарақалпақстан Республикасы район һәм қала көлеміндегі бірлемші буындағы шаңырақ шпакерлері һәм стационар шпакерлері оқытылмақта. 2024 һәм 2025 жылдан басылап медицина қызметкерлерінің қанегерлігін асыруға қаратылған үздіксіз тәлім фармацевтикалық тәлім порталы, яғни портал Тимп-Уз сайты іске түсті. Қанегерлігін асырған арнаулы курсантларымыз, ямаса шпакерлеріміз белгілі курсларын табысла тамамлап болғаннан кейін өз сертификатларын алу имканиятына ие болып есептелінеді. Орайымызда төмендегі аты көрсетілген курслар оқытып келмекте. Тикарынан жұқпалы болмаған кеселіктер, денсаулықты сақлаудың қанегерлестірілмеген мекемелері, рухи бұзылулары һәм неврологиялық бұзылулар, сондай-ақ психоактив затларды қабыл қылумен байланысты бұзылуларда жәрдем көрсету тикарлары, қоршаған орталық һәм инсан саламатлығы, демалу ағзалары кеселіктері, репродуктив саламатлық, антенатал күтім, шаңырақ шпакерлері амелияты, шаңырақ шпакерлері амелиятында ЭКГ диагностикасы, жүректің ишемик кеселіктері һәм артериал гипертонияның кешуі һәм емдеу стандартлары, зәру дәріхана амелиятында стандартын енгізуде дәріхана қызметін шөлкемдестіру, балалар демалу органдары патологиялары, педиатрияның тикарға актуал мәселелері һәм балалар реанимациясы курслары давам етпекте. Бұл оқу курслары тыңлаушыларымыз үшін жүда қолайлы, себебі тыңлаушыларымыз өз жасау орындарында отырып оқу имканиятына ие болады. Орайымызда оқу курслары амбулатор һәм стационар халатындағы шпакерлер үшін шөлкемдестірілген. Тыңлаушыларымыздың өз білімін елде рауажландыру һәм оларды білім елде жетілдіру мақсатында тыңлаушыларымызды халықаралық милли клиник протоколлар жәрдемінде оқытылып үйретіліп келмекте. Бұның нәтижесінде арал бойы атрапындағы халықтың саламатлығын бекемлеу, халық арасындағы ұшырасып отырған түрлі патологиялық кеселіктердің алдын алу, оларға уақытында диагностика қылу һәм емдеу іс-шараларын тура һәм толық алып баруға тикар болып есептелінеді. Осы орында мақтанышпен айта аламыз, орайда жоғары технологиялық симуляторларды оқыту іске қойылған болады. Тикарынан соңғы үлгідегі оқытуға арналған 31 атамадағы жоғары технологиялы симуляторлары заманауи медициналық аспап үскенелер жәрдемінде медицина қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау, қанегерлігін асыру, тәжірибелерін арттыру үшін тикарға білім алу базасы болып есептелінеді. Сондықтан барлық шпакерлерді Қарақалпақстан медицина институтында шөлкемдестірілген шпакерлердің қанегерлігін асыру һәм қайта даярлау орайына оқытуға шақырып қаламыз. Мағлұмат үшін төмендегі телефон нөмірлеріне байланыссаңыз болады.